Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатты уланның қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз ең жақсы нетке жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Енді жаңа туған нәрестеге бірден жсн беріледі. Жаңа алгоритм ахат жүйесі медициналық туу туралы куәлікті алғаннан кейін бірден аты жөні жоқ баланың туу туралы актілік жазбасын автоматты түрде жасайды. Осы жазба негізінде жсн құрылады. Бұл жүйеде ата-аналардың жеке өтінішінің қажеті жоқ. Бірден бірқатар мемлекеттік қызметтерді көрсету автоматты түрде іске қосылады. Тиісінше ата-аналар жүктілікке және босануға байланысты табысынан айырылған жағдайда немесе 1,5 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты табыстан айырылған жағдайда әлеуметтік төлем тағайындау үшін бала туу және бала күтімі бойынша жәрдемақы алу үшін кеңселерге барудың қажеті жоқ. Жүйе бір мезгілде анасына баланың тегі, аты туралы мәліметтер беру туралы SMS хабарлама жібереді. Ата-аналар 3 жұмыс күні ішінде жауап беруі керек. Баланың деректері алғаннан кейін туу туралы куәлік жасалады. Егер де біздің видеоролик болса, подписаться және лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.